4 станоктың көмегімен шағын көрпе цехын ашуға болады. Алғашқы станок жүн, мақта және синтепон түтіп тазалауға арналған. 11 валдан тұратын тісті тарақтардың көмегімен жүнді тап-таза үлпілдек күйге алып келеді. Жүн құрамындағы кір қоқыстар мен бөгде заттарды арнайы сүзгі құрылғының көмегімен бөліп алып қалып, сізге тап-таза көрпенің өлшеміндегі жүнді дайындап береді. Бұл станоктың салмағы 1 тонна 700, ұзындығы 2 метр 80, ені 2,70, биіктігі 2 метр 30, 380 вольт, 5,5 киловатт тоқ күшімен жұмыс жасайды. Бұл станокты орналастыру үшін 4 метрде 7 метрлік, яғни 30 квадрат метрге жуық өндірістік бөлме қарастыру қажет. Бір адамның басқаруымен сағатына 100 килограммға дейін жүн, мақта түтуге мүмкіндігі бар. Станокқа алдын ала жуылып тазаланған жүнді салу қажет. Құрылғы соңғы технологиямен жабдықталған, басқару жеңіл, арнайы мамандықты талап етпейді. Дегенмен техника қауіпсіздігін сақтап, жұмыс тәртібін қатаң ұстану қажет. Станок үнемі қадағалауда және дұрыс күтім жасалу қажет. Қажетті бөлшектерін уақытында майлап отыру. Сонымен қатар жүннің құрамындағы темір, ағаш, тас сияқты қатты заттардың түсіп кетпеуін мұқият бақылау қажет. Түтіп дайындалған өнімді матаның ішіне бір келкі етіп салып, келесі тігін залына жібереміз. Бұл бізде тігін залы. Тігін залында 2 станок болады. Біріншісі матрас тігуге, яғни қалың көрпелер тігуге арналған станок. Екіншісі компьютермен, яғни жамылғы көрпелердің барлық түрін тігуге арналған станок. Дәл қазір біз матрас тігетін станоктың көмегімен осы көрпені тігетін боламыз. Станоктың салмағы 230 кг, 220 вольт, 1,5 киловатт тоқ күшімен жұмыс жасайды. Жұмыс жасау аймағы 1 метр 80, орта есеппен 4 минутта бір көрпе тігуге болады. Бұл станоктың жалпы 2 түрі болады: 4 инелі және 11 инелі. Көрпе цехын ашу үшін 11 инелі нұсқасы тиімді, себебі кейбір жағдайда 2 кісілік матрастар тігу қажет болады. Келесі жамылғы көрпелер тігуге арналған станок. Бұл арнайы компьютерлік жүйенің көмегімен кез келген жамылғы көрпені сіздің берген өлшеміңізде әп-сәтте тігіп болады. Станок соңғы үлгідегі технологиямен жабдықталған, салмағы 600 кг, ұзындығы 2 метр 80, ені 2 метр 80, биіктігі 1 метр 1, 220 вольт, 3 киловатт тоқ күшімен жұмыс жасайды. Жұмыс жасау аймағы 2,20-да 2,40, яғни 2,20-да 2,40-қа дейінгі кез келген өлшемдегі көрпені тігуге мүмкіндігі бар. Бұл станокта көрпенің үлкен кішілігіне байланысты өлшемдерін дұрыс енгізіп, заман талабына сай өрнектерді сапары әрі жылдам тігу арқылы клиенттеріңіздің көңіліңізден шығуға болады. Матрас тігетін станок пен жамылғы көрпе тігетін станок бір бөлмеде орналасқан дұрыс. Яғни бұл 2 станокқа 35 квадрат метрлік, ені 5 метр, ұзындығы 7 метрлік арнайы бөлме қарастырған жөн. Келесі аппарат құс жүнінен жасалған жастықтарды тазалауға арналған станок. Ол құс жүнінің арнайы ультра-күлгін сәуленің көмегімен дезинфекциялап, жүннің құрамындағы жарамсыз заттарды бөліп алып тастайды да сізге жап-жаңа гигиеналық таза жастық дайындап береді. Станоктың жалпы салмағы 170 кг, ұзындығы 1 метр 65, ені 70 см, биіктігі 90 см, 220 вольт, 2,4 киловатт тоқ күшімен жұмыс жасайды. Бұл аппаратты қолдану барысында аздаған шу мен шаң шығатындықтан станокта арнайы 6 квадраттан кем болмайтын бөлмеде орналастырған жөн. Небәрі 4-5 минуттың ішінде бір жастықты толық тазалап, өңдеп шығаруға мүмкіндігі бар. Көріп тұрғандарыңыздай артық еңбек күшін қажет етпейді. Яғни толық жабдықталған көрпе цехын ашу үшін осы аталған 4 станоктан бөлек шетін айналдырып тігуге арналған шағын тігін машиналарынан 1-2-ін алып қойғаныңыз абзал. Техноwork компаниясы бұл станоктарды жеткізумен қатар орнатып беру және жұмыстарды қалай істеу, қалай станоктарды басқару туралы қызметтерді сізге ұсынады. Бізден комплект станок алған кісілерге толық ақпаратпен бөлісіп, өзіміздің ұзақ жылдық тәжірибемізді және де Қазақстан Республикасы көлеміндегі автобектердің нөмірін, шикізат өнімдерін қайдан алу, кімнен алу, қандай жақсы заттарды қай жерден табу керектігін көрсететін боламыз.